Қалайсыздар менің YouTube каналымның көрермендері? Бүгін түскі асқа осындай өте дәмді, күшті тамақ дайындадым. Соның рецептін сіздермен бөлісемін. Дәл осыған біздің үйдегілердің барлығына ұнады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін осындай фаршты алдым. Үстіне бір жұмыртқаны салып жібердім да, тұзды, қызыл бұрыш, қара бұрышты салатын боламыз, және бір пиязды осылай төртбұрышты етіп турап салып жібереміз. Бұрыштарын барлығын қосамыз, содан кейін жақсылап араластырып, осындай шарик жасайтын боламыз. Барлығы видеода көрсетілген және толығымен описаниеде жазып қалдыратын боламын. Достар, және менің каналымның қандай тағамның рецептін көргілеріңіз келеді, маған жазып жіберсеңіздер болады. Осылай шариктер жасаймыз. Міне біздің етіміз дайын болды. Енді әрі қарай картошканы осылай жұқа-жұқа етіп турайтын боламыз. Міне осындай қылып, одан кейін формамызды аламыз да, астына май құйып жібердім кішкене, және картошкамызға тұзын, жаңағы перецтерді барлығын сеуіп араластырып дайындап аламыз. Одан кейін пешімізді бір 230 градусқа қыздырып дайындап алдым. Енді формамызға жаңағы ингредиенттерімізді жинап салатын боламыз. Осылай помидорымды салып жібердім. Одан кейін картошкалардың барлығын орналастырып, үстіне еттерді орналастырамыз. Қалауларыңызға қарай тағы қандай овощ қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен осындай картошканы қостым. Сосын перец, чеснок қосып жібердім. Өте дәмді болып шықты, және осылай картошкамыз тез пісу үшін жарты кесе су қосып жібердім, қайнаған су. Бұл ыстықтағанымыз пісем дегенше осындай салат дайындап жіберемін. Әрдайым түскі ас дайындағанда қасына салат дайындаймын. Осында 2 жұмыртқаны қайнатып алдым да, огурцы, помидорды осылай кубик етіп турап, жұмыртқамызды тоже кубик етіп тураймыз. Сөйтіп үстіне кукурузамызды сеуіп, майонез сеуіп, кішкене тұз сеуіп жібереміз. Өте дәмді салат бізде дайын болады. Ас болсын достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді достар, жаңағы тағам бетіне пісіп қалған кезде уже осындай сырды дайындап қойдым. Мен сулугуни деген сырды қолданамын. Тағамның үстіне осындай теркадан өткізіп дайындап алдым. Енді бұл 1 сағат 230 градуста осылай пісті. Менде картошкасы, еті барлығы күшті болып пісті. Енді үстіне осындай сырымызды себеміз де тағы да 5 минутқа қойып аламыз. Міне осылай дайын болды. Өте дәмді шықты. Ас болсын достар, дайындап көріңіздер. Еті барлығы толық піскен, өте дәмді болып шығады. Барлығымызға да ас болсын.